Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Жадыра Әскербекқызының "Ұрланған сезім" атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Ауылда ұялы байланыс нашар. Мәншүк атасы мен әжесінің мал қожалығына келгелі қаладағы таныстарынан, әсіресе Мараттан біраз уақыт қол үзіп қалды. Бүгін таудың басына шыққаны сол еді, ұялы телефонына хабарлама келе бастады. Бейтаныс номерлерден қоңырау шалынғаны туралы хабарлама. Дереу номерді теріп қоңырау шалып көрді. Алло, бұл кім екен дегені сол еді, арғы жақтан жағымды дауыс шықты. Қанша уақыт хабарсыз қалған алғашқы махаббаты Марат еді. Мәншүк, қалың қалай, қайда жоқ болып кеттің? Мен сені қаладағы үйіңнен байқай алмай жүрмін, алаңға да шықпайсың. Екі ғашық көп сөйлесе алмады. Байланыс тағы нашарлап кетті. Осылайша тауға шыққан сайын хабар алысып отыру әдетке айналды. Мәншүк қалаға қайта келіп, жоғарғы оқу орнына белгілі бір мамандық бойынша оқуға түсті. Алғашқы махаббаты Мараттың осы қалада сөз байласқан қызы болған екен. Ол қыздың ата-анасы ойларына келген қалың малды сұрап, біраз ойға кірмейтін салттарымен әуреге салып, ақыры екі жақ келіспей екіге кеткен екен. Бұл жағдайды естігеннен кейін Маратты Мәншүк көп мазаламауға бел буды. Марат қазір өзінің ауылында. Қалаға бұрынғысынша көп келе бермейді. Араға бірнеше ай салып сағынысып көріседі. Мәншүк жоғарғы оқу орнын тамамдап, қалған шағында көптен ойлап жүрген кәсібін бастамаққа бел буды. Әрқашан өзіне сенімді, қолынан келетініне еш күмән келтірмейтін өжет мінезі, біраз жетістікке жеткізетініне бек сенімді. Не керек, бастап та кетті. Туыстары мен достарының қолдауы мықты болды. Көп жауапкершілікті талап еткен кәсібі өрге домалап, талай жандармен араласып, танымал адамдармен бірге абырой биіктерінен көрініп жүрді. Артта біршама жылдар қалды. Бір емес, бірнеше ай хабарсыз кеткен Мараттан күдер үзбек болғанда бүгін тағы қоңырау шалынды. Қалаға келген екен, кешкі саябақ, жастар ағылып жүр. Ұзақ үнсіз отырған Мәншүк, Марат, неге көпке дейін жоқ болып кетесің? Әп-әдемі сөйлесіп келемізде, арты не болып кеткенін өзім түсінбей қаламын. Қысқасы, доғарайық деді. Екеуміз үйленеміз. Сәл күт, ата-анамды қалып құда түсіп келем. Жұмыстарыңмен бос уақытым тапшы, түсінші. Үйленерміз, бірақ мен сенің ауданыңа барып тұрмаймын. Осы қалада тұрайық. Марат Мәншүктің қалада тұрайық деген ойын іштей құптамады, сыр білдіртпеді. Мәншүк, саған бірдеңе айтуым керек. Дұрыс түсін. Сен халықпен етіне жақын жұмыс істейсің, бірақ мен бұл жұмысыңа қарсымын, қызғанамын дегендей. Үйленгеннен кейін ойланып көрерміз, қазір уәде бере алмаймын. Көптен көріскен екі ғашық ұзақ сырласып, өткен кеткенге сараптама жасады. Әдемі әңгіме, көңілді серуенмен таң атса да, бірін-бірі ұзақ қимай қоштасты. Арада өткен жылдардың көп бөлігі ұялы байланыспен ғана жалғасын тауып келеді. Мәншүк жұмыстарына алаңдап, сөз салған жігіттердің ешбірі көңіл аударған емес. Ойында тек Мараты. Марат пен Мәншүк ақылдаса келе, үйленетіндерін ата-аналарына айтып, құдалық пен ұзатуды жақын арада ақылдасамыз деп шешті. Мәншүк телефон арқылы Мараттың анасымен танысып, анасы болашақ келінін бірден ұнатып қалды. Бүгін Мәншүктің барлық туыстары үлкен үйге жиналып, басқа қалада болатын ағайындарының тойына баруға жиналды. Жөргек пойыздың Марат тұратын ауылдан өтетінін біледі. Алып ұшқан сезім ғашығын пойыздың терезесінен көрсе де, бір марқайып қаларын ойлап, қуанышында шек жоқ. Барлық туыстары бір вагонға тола орналасты. Әдемі қаласын артқа тастап, жалпақ даланың жолдарын кешіп, пойыз жүйткіп келеді. Қараңғы түсіп, барлығы ұйқыға кетті. Мәншүктің телефонына қоңырау шалынып, оянса, таң қызарып келеді. Алло, сәлем жаным. Сәлем, сен келе жатқан пойыз біздің ауылға жақындады. Мүмкін болса тоқтаған уақытты пайдаланып, сыртқа шығарсың. Мәншүкке жол серік бұл жерге 20 минуттай тұратындарын айтты. Жаным, тоқтасын, түсемін деп қуанып кетті. Пойыз тоқтады. Таңғы сағат 04:00. Вагон іші тым-тырыс. Тек қақталған балық сатып жүрген сатушылар. Мәншүк сыртқа шықты. Екеуі көп көріспегендіктен ұзақ құшақтасып тұрды. Маған тұрмысқа шығасың ба? Онсыз да ол күн алыс емес қой. Жоқ, дәл қазір күте алмаймын. Жібергім келіп тұрған жоқ. Мәншүк Мараттың қалжыңы деп түсінді. Бірақ жол серік жолаушыларға пойыздың жүретінін айтып белгі берді. Кішкене ащы судан ұрттаған Марат Мәншүктің белінен қапсыра құшақтап, Мәншүк, қарсылық білдірме, үйленетініміз анық,
Бәрімір емес пе, қашан болса да, келеші, қазір сені үйіме апарамын деп көндіріп әлек. Жанындағы жолдас балдары да Маратты қолпаштап, тез көлікке алып жүр десіп жатты. Вагонның жол серігі қалмаймын деп жылап қарсыласып жатқан Мәншікті көріп, бауырым, қызды жібере сал, вагонда үлкен атасы мен барлық туыстары келе жатыр, ұят болады деп көндірмекке әлек. Бұл сөзге қарап тұрған Марат жоқ. Брат, жүре бер. Вагон орнынан қозғалып барады. Мәншіктің көз алдында жүйрік пойыздың вагондары қаз-қатар тізіліп, желдей өсе жөнелді. Өзге қыздар секілді сырға салып, ұзатылып ұясынан ұшамын деген арманы қол бұлғап кеткеніне сенгісі келмеді. Марат, мұның не? Дереу көйлек жалдап мені қайтар. Мені туыстарым кешірмейді. Бұлай болатынын білсем, пойыздан түспес едім. Еш тыңдамастан Марат көлікке апарып, Мәншікті күштеп отырғызып алды. Есік алдына келіп сәл кідіре тұрыңдар деп үйіне кіріп кетті. Мәншік Мараттың үйі тойға дайындалып жатыр деп ойласа керек, басына орамал тағатын жеңгелерді байқамады. Таң атып қалған, жан-жақ тым-тырыс. Марат ұйықтап жатқан анасын оятты. Апа, мен келіншек әкеліп тұрмын. Қойшы балам, сен де қалжыңдайтын адамды тапқан екенсің. Ботам, ұйықтап дем алып алсаңшы деп сеніңкіремеді. Әдетте Марат анасына қалжыңдап, апа, бүгін точно қыза келемін дейтін, бүгін де сол қалжыңы деп ойлады. Апа, бүгін қалжыңдап тұрған жоқпын, мейлі қазір көресіз деп сыртқа шығып көліктен Мәншікті үйге ертіп әкелді. Әкесі мен анасы орындарынан ұшып тұрды. Анасы өз көзіне өзі сенбей жүгіріп жүр. Төргі бөлмеге көрпе жайып, көңілі қуаныштан құрақ ұшып, Мәншікті кіргізіп отырғызды. Жерге жайылған көрпенің үстіне барып отырды. Жанындағы керуетке келіп жантайған Марат ұйқыға кетті. Мәншік тып-тыныш бөлмеде не істерін білмей ойланып кетті. Есік алдынан шашу шашып күтіп алып жатқан үлкен әйелдерді де, басына орамал таққан жеңгетайларды да байқамады. Іштей түсінбей, бұл қалай болғаны деп таңырқап, әрі көзіне жас келді. Керуетте бейғам жатқан Маратты жұлқылап, мені апарып таста деп жылап қоя берді. Мараттың тәтті ұйқысын Мәншіктің көз жасы оята алмады. Орнынан тұрып Мараттың анасы жатқан бөлменің есігін қақты. Апай, бері қарай келіңізші, сөйлесуіміз керек деп шақырды. Мараттың анасы орнынан тұрып Мәншіктің жанына келді. Апай, менің барлық әулетім басқа қалаға тойға бара жатқан еді. Мен Мараттың бұлай жасайтынын білген жоқпын. Ұялы телефонымды Марат алып алды. Мені көлік шақырып үйіме қайтарыңыздаршы. Құда түсіп, келісім арқылы үлкендердің ақ батасын алып барып тұрмыс құрғым келеді. Қызым, кішкене отыра тұр. Келген екенсің енді. Осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығар адал келіні боласың. Жан-жаққа жайлап хабар беремін. Туыстар жиналса, тойларыңда ақылдасамыз. Апай, сонда әлі той күні де белгіленбеген ба? Марат дайын болмаса неге менің ойыммен ақылдаспастан бұл қадамға барды? Басыма орамал да салынбады. Мені көлік шақыртып қайтарыңыздаршы. Қызым қылқам, ақудай, ештеңеге алаң болма. Бүгін кешірімге адам жібереміз. Бәрі жақсы болады. Таң шапағын шашып күн ұясынан шыққанда, үйде Мараттың тума-туыстары жинала бастады. Мәншіктің басына абысындары келіп, орамал салды. Мәншік сол кезде ғана түсінді өзінің ақ орамалдан аттауға болмайтынын. Маратта деген махаббатын жоққа шығара алмады. Басқа қалаға кеткен туыстарына қуғыншы жіберіліп, кешірім алды. Тойға қызу дайындық басталып кетті. Мәншіктің ұялы телефонына тыным болмай жатыр. Барлық қаладан таныстары хабарласып, алып қашқанын өз аузынан естіп, таңғалып жатыр. Әулеттің ғана емес, халықтың қызы болған Мәншікті өз армандағандай халықтың ортасында ұзатылып кетеді деп сенген еді. Тойға дайындық деп арада бір апта уақыт өтті. Бүгін Марат пен Мәншіктің ең қуанышты сәті. Жас жұбайлар атанған күні. Баласын үйлендіріп, келін түсіргеніне қуанған ата-ана мен ағайын туыстың қуаныштарында шек жоқ. Қатты қуанған Мараттың анасы Мәншік оған расымен ерекше ұнаған еді. Таңертеңгісімен иеліп сәлемін салып, ыстық шайын әзірлеп келінді қызметін жасап жүр. Халықтың арасында жұмыс жасап үйренген Мәншікке қайын жұртымен тез тіл табысу қиынға соқпады. Ашық жарқын мінезімен кез келген жанға көмек көрсетуге асығып тұратын. Үйдің тірліктерін бітіріп, бөлмесіне кіріп, айна алдына жайғасты. Айнадан бақытты келін Мәншіктің көздері бал-бұл жайнап тұр. Бүгін Марат екеуі достарымен кешкі отырысқа барады. Екеуі сыланып, сипанып, үйден шығып кетті. Мәншік Мараттың ортасын бірінші рет көріп, енді ғана танысты. Әдемі кеш, айтылып жатқан ақ тілектер, бокалдардың тілектер үшін көтерілуі, басы, осылай басталған кештің ортасы Мәншікті ыңғайсыз жағдайға қалдырарын ешкім де білмеген.
Кішкене қызыңқырап қалған достары сөз арасында Мәншүкті Марат спормен алды деп қойып қалған құлаққа түрпідей естілген анық. Кешіріңдер, түсіндіріңдерші, бұл не деген сөз? Кіммен кім спорласты деп жағдайдың қалжың немене рас екеніне көз жеткізбек болды. Мараттың достарының айтуы бойынша, Мәншүкті алып қашатын күні Мараттың досы Мәншүкті алып қала алмайсың дегенде, Марат алып қалам деп өз сөзіне сенімді болса керек. Содан не керек? Марат пен досы сол жерде спорласады. Егер алып қала алмаса, Марат досына қомақты ақша беретін болып шешкен. Үйге жетемін дегенше, Мәншүктің ойында сан сұрақ, сан күмән. Бұл мен үшін тарамдалған тағдыр ма, әлде расымен Құдай қосқан қосағым ба? Мүмкін бұл жай ғана қалжың шығар. Мен түсінбеген болуым керек деп, өзін іштей жегідей жеп тауысты. Басы жастыққа тиген Мәншүктің түнімен көзі ілінген жоқ. Бүгін тым ерте тұрып алған Мәншүк таңғы ас әзірлеуге кірісті. Кешегі отырыстан естіген сөз құлағынан кетер емес. Ата-енесіне ас беріп болған соң, көңілім бөлінсін деп кешке дейін үй тірлігімен айналысып жүре берді. Марат Мәншүкке бәрін түсіндіргісі келгенімен, Мәншүк реніштен жанына жоламай қойды. Кешкі ас ішіліп болды, күн қарайып батып кетті. Көңілсіз жүрген Мәншүк бөлмесіне кіріп жатып қалды. Түннің ортасы оянып кетсе, Марат әлі келмеген екен. Жаздың уақыты болғандықтан есік алдына шығып Маратты күтті. Есік алдындағы сәкіде ата-енесі жататын. Ол кісілер ұйқыда. Үйдің қабырғасына жантайған күйі көзі ілініп кеткен Мәншүк таңда бір-ақ оянды. Қараса, Марат әлі келмеген. Таңғы ас ішіп жатқанда Марат үйге кіріп келді. Сәл қызып алған. Барып бөлмеге жатып қалды. Мәншүк екеуінің сөйлеспей жүргендеріне бақандай бір ай уақыт өтіп кетіпті. Әйел адам болғасын, жүрегінен орын алайын деп тәтті тағамдарын әзірлеп, бәрін ұмытайын, өзгере жатар деген ниетпен өзі бірінші болып қадамдар жасап, көңіл бөліп көрген еді. Бірақ Марат кешке кетіп таңда келуді әдетке айналдырып алды. Бақандай көрген бір айың жарты жылға ұласып кетті. Мәншүк те әйел, нәзік жаратылыс, таңдауға құқығы болды. Маратты таңдап, жан-жақты салыстырып қай жағынан да өзінің жалғыз сүйгені теңі деп бағалап шешім қабылдаған еді. Маратқан деген сезімі титтей де болсын ренішін басуға көмек көрсететін. Бірақ Мараттың тойдан кейін күрт өзгергені, ыстық суықтары басылмай жатып, бір төсекте құшақтасып, жатып шүйіркелесе алмайтыны жанына қатты батты. Енді ғана еркелеп, сүйкімді жар болу бақытын сезінгісі келген әйелге бұл ауыр сынақ. Мәншүк ақылға салып Маратқа уақыт беріп, көруім керек деп шешті. Бұрынғыдай қайдан келдің, қайда болдың сынды жебір болған сұрақтарын енді қоймауға бекінді. Солай жасап та көрді. Кеш босалда түсінді, өзіне де көңіл бөлу керек екенін. Көп ойланбастан ата-енесінің рұқсатымен қалада жасаған кәсібін осы ауылда да бастап көрмекке бекінді. Мараттан сұрап көрген еді, еш қарсылықсыз рұқсат етті. Мәдениет саласындағы бастаған кәсібі алға басып, ауыл мен аудан және өзге қалалар Мәншүкті тани бастады. Жақсы табыс тауып, бар тапқан ақшасын атасы мен енесінің қолына табыстайтын. Енесімен құрбыша сырласып, атасының алдынан кесе өтпеген Мәншүктің мерейі үстем болды. Алла бір жағын жаратқанымен екінші жағын сынайды екен. Арада өткен бір жыл. Келін деген аты болғанымен, жолдасына әйел болып еркелеп, назданып, мойнына асылған емес. Мараттың еш өзгеріссіз, бәз баяғы қалпы, қаншама халықпен жұмыс жасайтын Мәншүк, кейде түнделетіп те келетін кездері болады. Өзін іштей сұраққа алып жастыққа мұңын шағып жылап алатын. Жұрттың есі дұрыс күйеулері әйелдері сәл кешіксе, сен неге кешіктің немесе мен сені қызғанамын деп сабырын тауысатын еді, ал Маратқа бәрібір. Мәншүктің қайда немен айналысып жүргеніне көңіл аударған емес. Мәншүктің амалы таусылып, теледидар көріп отырған атасы мен енесіне келіп, мүмкін болса Маратқа сіздер айтып көрерсіздер, мына жүрісін қоймаса мен әрі қарай отбасым үшін өзім ғана күресуден шаршадым деді. Маратпен кіші інісі де жеке сөйлесіп көрген, баяғы жартас, сол жартас. Мәншүк бүгін жұмыстан қатты шаршап келді. Тапқан табысының бір бөлігіне үйге тамақ пен керек жарақтар арқалап келді. Жеңгелеп алдынан шығып заттарын көтерісіп, қайнысы жүр. Ойланып қараса, атасы мен енесінің жайлы, жалпы қайын жұртының жақсы адамдар екенін ескеріп Маратпен ажырасуға бата алмады. Әйтпесе қазір Мәншүк үшін бәрі бір тиын. Кешкілік ас бөлмесінде отырған Мәншүкпен қайнінісі біраз сырласты. Жеңгесі емес, әпкесіндей болып кеткен Мәншүкті қайнысы ерекше ықыласпен сыйлайды. Мұндай сыйластық екенін бірінен кезікпесі анық.
Қайнысы жеңгесі мен ағасының арасындағы түсініксіз түйінге өз септігін тигізбекке талай әрекет еткенмен ағасының ойы басқа жақта. Мәншүк күлді, жылады, бәрін ақтарды. Қайнысы қалжыңдап, сізге дәл өзіңіз сияқты келін әкеп беремін дейтін. Мәншүк қолына табысын алса, осы қайнысын ертіп бастан аяқ киіндіретін. Мәншүк бөлмесіне кіріп ұйқыға жатайын деп жатқанда Марат үйге келді. Ерте келген жолдасының қылығына іштей қатты қуанған Мәншүк, жан, келдің бе, шай қайнатайын, не жейсің деп әлек. Бар ойы қайтсе де араларын жақсарту. Айт, тыңдап тұрмын. Марат күндегісінен өзгеше, ашық жарқын әңгімелесіп отыр. Мәншүк үлкен қалаға барып, пәтер жалдап тұрып көрейік деп оны айтты. Марат міз бақпастан келісе кетті. Атасы мен енесі де ақылдаса келе, қалаға барып бөлек тұрып көргендерің дұрыс деп санады. Мәншүктің түйсігінде бәлкім бөлек тұрып көрсек, кешке үйде жалғыз қалдырып кетіп қалмас деген ой тұратын. Қаланың қайнаған тіршілігімен Мәншүк өз жұмысын бастап кетті. Бейқам жататын Маратқа Мәншүк, Марат, мынадай жатыспен қашан жұмысқа орналасасың, кейде тіпті үйге қонбайсың, мұны қалай түсінуге болады? Бұл қашанға дейін жалғаспақ? Сен орныңды біл, мен өзім білемін, не істеймін, қашан және қайда барамын, өзім шешем деп дүрсе қоя берді. Ашуы басылғасын сөйлесіп көремін деген шыдам Мәншүкті әйтеуір алға сүйреп келеді. Бұндай ұрыс жиі болады. Мәншүктің жалғыз алданшы жұмысы, ұжымдастары. Тіпті кейде жұмысынан қанша шаршап тұрса да үйіне барғысы келмейтін. Бүгін Мәншүк жұмыстарын аяқтап, үйге ерте оралды. Түрлі тәтті тағамдарын Мараттың келуін күтті. Әдетінше күтуін күтті. Тағы да түн ортасында бірақ келді. Масайып қалған Мараттардың киімдерін шешіп орнына жатқызды. Кенет Мәншүктің көзі Мараттың телефонына тоқтаусыз келіп жатқан қоңырауға түсті. Алып қараса, бейтаныс номер. Тұтқаны көтеріп үндемей тұрды. Телефонның арғы жағындағы жас қыздың, «Мәке, үйіңізге жеттіңіз бе? Біздің фотоларымызды сізге жібердім. Қарап шығыңыз» деген дауыс естілді. Мәншүк Маратты жұлқылай бастады. «Мына қыз кім? Сен сонда уақытыңды бос өткізбегенің ғой, иә? Тұр деймін саған, жауап бер. Ақтөсегімді былғардай мен саған не жаздым? Маған сыйлай алмаған жылулығыңды кім көрінгенге шашып жүрсің бе?» деп ашуға мінген Мәншүк қолы дірілдеп Мараттың бетінен шапалақпен тартып қалды. Марат бастықтан орнынан кеудесін көтеріп тұрмақ түгілі сөйлеуге де мұршасы жоқ. Мәншүк телефонды ақтарып фотосуреттерді қарай бастады. Әлгі қоңырау жалған қызбен құшақтасып түскен түрлі фотосуреттер Мараттың жүргіш екенінен сыр ақтарып берген еді. Мәншүктің жанын біреу келіп жұлмалап, жүрегін тілгілеп жатқандай. Қайтсен де отбасының бақыты үшін күресем деп жүргені құр әурешілік па деп қалды. Мұраттың ұялы телефонын қабырғаға лақтыра салды. Мәншүк құрсағын құрғатпай бөпелі болғысы да келеді. Төсектің жылуын сезінбеген әйелдің қайдан аяғы ауырласын? Өтіп жатқан сұрықсыз өмір. Қызға қырғиды тиетін Мараттың көзге шөп салуы тыйылар емес. Мәншүк жылапты, айтты, айқайлапты айтты. Еш нәтижесіз. Өзгергенде болады да, артынша қайта әдетінен басатын. Мараттың бүгінгі қылығы туысқандарының да көңілін суытса керек. Таңмен таласып екеуі Мараттың аға жеңгесінің бөпелерін бесікке салу рәсіміне келді. Келінді қызметін атқарып жүрген Мәншүкке абысыны жоғысты болсын деп бөпесінің тырнақтарын алғызды. Сыртынан дүйім жұртпен бірге бақылап отырған Марат, оған несін ырымдап жатсыңдар, ол бәрібір тумайды деп қойып қалды. Күйеуінен мұндайды күтпеген Мәншүк жуынатын бөлменің есігін іштен кілттеп алып, үстінен мұздай суды құйып жіберді. Қаншама уақыт Мараттың түсініксіз қылықтарына шыдап келген шыдамыр бір мезетте сыртқа атып шықты. Екі көзінен жас тоқтар емес, әттең үйде адамдар бар. Әйтпесе айқайлап тұрып ішін ақтарғысы келіп тұр. Дереу көрік шақырып киімдерін жинап шығып кетті. Өзінің орынсыз сөйлегенін сезген Марат ізінен ілесіп шықты. Мәншүк түсінді өзінің спормен сүйген сүйіктісі екенін. Мойындамасқа амал жоқ. Бәрін тастап қолын бір сілтеп кете салуына болар еді. Өз жұртының алдында қайтып келген қыз атануға ұялды. Үйге келіп Маратқа бәрін тоқтатқысы келетінін қанша айтуға оқталса да, өзінің оған деген адал сезімінің басылмағанын сезеді. Сезімін құрбан еткісі келмейді. Мәншүк соңғы нүктенің қай тұстан қойылатынын білмесе де, өзінің сезімін өзгеге айырбастап жіберуге қорқады. Маратты өзі сүйгендей өзге әйелдің де сүйе алатынын біледі. Өзгеге қимайды. Жанының жарасына шипа болар уақыт, бәрін уақыт еншілеген сәтпен көргісі келеді. Ал ол уақыт ұстатар емес. Бірі сезімін ішке жасыра алмай күтумен келе жатқан ғашық,
ал екіншісі спордан ұтқанына мәз болып жүрген, сезімі ұрланған ғашық. Мәншүк ауылда ата-енесіне алаңдап, көңіл алаңдарын біліп қайтадан Маратын сүйрелеп ауылға қайтты. Қаладан ауылға қайта оралған Мәншүк жұмысын жалғастырып жүр, үйдің де шаруасына мығым. Бар ойы Мараттың сезімін ояту. Көңілінен шығып, өзін сүйіктісі ретінде сезіну үшін Алладан жатса да тұрса да дұға етеді. Шылым шегіп, ащы су ұрттап, қыздарға көз салып, құмар ойындарға баруын тоқтатар деген сеніммен жақын арада су жаңа көлік әперетінін де айтты. Мараттың еш өзгеруге ынтасы жоқ екенін, сезімінің сөнгенін іштей сезіп, біліп жүрген Мәншүк бүгін нақты шешімге келді. Түн ортасында келген Маратты оңаша сөйлесейік деп ауыл шетіне ертіп әкелді. Мәншүк қатты күрсінді де, сүрінгенге сүйеп, жығылғанға демеп, жылағанда жұбататын қорғаным болады деп сенгеннен етегіңнен ұстап едім. Кешегі өтіп кеткен сенің маған деген уақытша сезіміңе алданып қалған бейбақпын. Ал бүгін екеуміз үшін тыныштанып жүрген тек өзім. Ертеңгі күні не боларын бір Алла ғана біледі, бірақ сенімен бірге менде болашақ жоқ. Осыны түсіндім. Талай мәрте отбасы болып кетеміз деген үмітім сан соқтырып кете барды. Халықпен жұмыс жасайтын мені бір рет болса да қызғанғаныңды қаладым. Сенбегендіктен емес, жоғалтып алудан қорқатындықтан қызғанғаныңды қаладым. Оны да жасай алмадың. Екеуміз үшін бақытты болуға жалғыз өзімнің тырысып жүргенімді байқасаң да, сен мен үшін уақыт таппадың. Уақыт таппасаң да сылтау табатынсың. Ешкім біздің жақсы отбасы болып кететінімізге кепілдік бере алмайды. Тек мен ғана сенің бұрынғы сезіміңді қайтару үшін мүмкіндік бергенім. Осыны дұрыс пайдалана алмаған өзің. Осы жерден тоқтатайық. Әлі де сүйем, кешіре аламын. Тек шыдамым таусылды. Саған айтарым, өмірде ең жақсы деп білген нәрселерің үшін күресе білетін мықты жан бол. Рұқсат берсең, мен ертең сенен бір жола кеткім келеді. Ауыл іші тым-тырыс. Бәрі мүлгіп ұйқыда жатыр. Дала үнсіз. Мәншүктің жанарынан тамған ыстық жасты қара жер қағып алып жатты. Марат үнсіз ұзақ тұрды. Басын изеді де, сен боссың. Барлығы үшін рахмет. Адал болғаныңа рахмет. Осы кезге дейінгі көрсеткен қателіктерім үшін кешірім сұраймын деді. Мәншүк үшін бұдан ауыр сөз жоқ. Сүймеген адамның сүйіктісі болуға тырысқанымен нәтиже болмайтынын біліп, жүре бергеннен осы шешім өзі үшін дұрыс болды. Түнімен бар жүгін жинап қойған Мәншүк азаны мен атасы мен енесіне бәрін ашып айтып алдарынан өтті. Осы шаңыраққа түскелі келіндерінің қызметінен еш қанағат көрмеген кәрі ата мен енеге Мәншүкпен қоштасу оңай тимеді. Енесінің қоймай жылағаны, атасының амалсыздан қоштасқаны әлі күнге дейін Мәншүктің көз алдында. Мараттың ештеңе деместен үйден шығып кеткені жанына қатты батты. Ең болмаса соңғы рет құшақтап сүйер деп күткен. Жүк көлігі келіп, барлық заттарын арқалап Мәншүк оңды солына қарамастан қалаға бет алды. Қалаға келіп, өз жұмысын жалғастырып кетті. Ұжымының алдында өтірік күліп білдіртпеуге тырысып келгеніне бір жылдан асты. Тіпті кейбір ұжымдастары ажырасқанын білмейді. Мәншүк кейбір кінәні өзінен іздеумен болды. Бір ерекшелігі жолдасының қиқу мінезіне қарамай шыдап 3 жылын сарп еткенімен қоймай, ажырасқаннан кейін арада өткен 1 жыл бойы әлі келіп қалар деумен күтіп келеді. Көз жанарындағы сағынышы ырш етіп сыртқа атылып, шыққанда жүрегім елжіреп, жұбатуға сөз таппай қалдым. Мен сенемін, Мәншүкке Алла үлкен сый тарту етеді әлі талай. Осымен әңгіменің соңы.